Сәлем, сіздермен Нұрбол Қалбаев. Бүгінгі видеода біз информат бағытын таңдап ұбт-да IT-ге қалай грантқа түсудің нақты жоспарларымен сіздермен бөлісетін боламыз. Олай болса кеттік, видеоның соңына дейін қарайық. Жалпы бүгінгі видеода не туралы айтылады? Информаттағы қандай жалпы мамандықтар бар, олар қанша зарплата алады деген сияқты. Және IT-ді оқытатын мықты университеттер қандай? Соларға қазір шолу жасайтын боламыз. Және шекті балдары, яғни олардың қанша балмен сіздер грант конкурсына тапсыра аласыздар, және информатикадан толық дайындық жоспары, яғни қалай ұбт-ға дайындаламыз деген тақырыптарды қозғайтын боламыз. Кеттік, олай болса видеоның соңына дейін қараңыздар. Бүгін бізде ұзақ видео болмақ. Алдымен өзімді таныстырып өтсем, жалпы мына жердегі отырған Нұрбол ағай деген кім екендігі жайлы. Өзім магистратураны Францияда оқығанмын, сол жақта Сантетен деген қалада Жан Моне деген университетте оқыған болатынмын. Және одан кейін бітіргеннен кейін 2019 жылдан бастап НИШ, яғни Назарбаев зияткерлік мектебінде жұмыс жасадым. 3 жыл сол жақта информатика пәні мұғалімі қызметін атқарған болатынмын. Және бізде Айқанат қорымен серіктестік бар инфологияда. Яғни Айқанат қорының 11 сынып оқушыларын біз ұбт-ға онлайн түрде дайындаймыз. Мына бізде сол Айқанаттағы мектептегі Wintercamp жобасында 2025-26 жылдары өткізілген суреттердің бірі болатын. Қысқаша айтқанда, инфология курсын дегеніз қалаушы информатик мұғалім 7 жылдан бері сабақ берем оқушыларға. Биыл біз 4-ші жыл қатарынан ұбт-ға оқушыларды онлайн түрде дайындап келе жатырмыз. 98% оқушымыз грант, 50-50 балдар шығып жатыр. 3000-нан астам оқушына грантқа түсірген болатынбыз. Және инфологияда өте жоғары нәтижелер шығып жатады бізде. Өткенде ғана бізде Айбек деген оқушымыз 139 балл жинап информат рекордын қойған болатын. Оның бізде информатикасы 50-ден 50 балды жинаған болатын. Яғни былайша айтқанда өте жоғары нәтижелерді көрсетудеміз. Егер сенің қалауың IT-ге грантқа түсу болса, мықты универге түсу, ата-анаңның үмітін ақтау, ұбт-ға жүйелі әрі дұрыс дайындалу болса, дәл келдің, осы видео саған пайдалы болмақ. Кеттік, олай болса бастайық. Информат мамандықтары. Информатта жалпы қандай мамандықтар бар? Бізде ең көп оқушылар таңдайтын мамандықтың бірі ол ақпараттық технологиялар мамандығы. Яғни сіздер айтатын ол IT, осы ақпараттық технологиялар деген білім бөлімінің ішіне кіретін болады. Ода қандай мамандықтар бар? Фронтенд разработчик деген бар, яғни сайт бар ғой, веб-сайттың беткі әдемілігін, структурасын құрастыратын адамдар. Бізде фронтенд разработчик дейді, ол мамандар 600-900 мыңға дейін зарплата алуға болады екен. Бэкенд разработчик деген бар, яғни ол сол сайттың арғы жағындағы структурасын, қозғалысын жазатын, код жазатын адамдар. Колеса компаниясы 700-ден 1,5 миллионға дейін төлеуге дайын екен. Full stack деген сол бізде полный сайтты құрастыратын адамдар 600 мыңға дейін әртүрлі жалақыларды алады екен. Одан бөлек мобильный разработчиктер, Android'та колесаға миллионға дейін төлеуге дайын екен. Дизайнерлер, код жаза алмаймын, дизайнмен айналысқым келеді дейтіндер болса, тоже оларда жақсы жалақы алады. И плюс бізде продакт менеджер деген бар, яғни лидерлік қабілеттері басым, андай дебаттарға қатысқан оқушылар болса, адам басқару, менеджментке жақын болса, олар продакт менеджер деген мамандықтар бар, яғни осы IT-дің ішінде. Яғни сол IT программисттерді басқаратын, олар тоже миллионнан жоғары зарплата алады екен. Және екінші танымал мамандық осы информаттарда ол ақпараттық қауіпсіздік. Былайша айтқанда хакер деп атаймыз. Яғни белгілі бір сайттардың, банктердің деректер қорын, сайтын, платформаларын злоумышленник, яғни атака жасайтын қылмыскерлерден, тағы басқалардан, хакерлік шабуылдардан нестейтін қорғайтын адамдар. Оларға да 650 мың, 600 мыңнан жоғары зарплаталар ұсынады екен. И үшінші танымал мамандықтардың бірі информаттағы ол әрине информатика мұғалімдерін даярлау. Яғни кәдімгі информатика мұғалімі. Оларда айлық есептік мектептерде орташа 300 мың, 600 мыңға дейін алады. Стажына, тәжірибесіне, опытына байланысты деген сияқты. Яғни осы бізде топ 3 мамандықтардың бірі болатын. Осы информат бағытында таңдайтын оқушылардың ішінде. Енді қалай мықты маман боламыз? Әрине ол мықты университеттерде оқу арқылы. Яғни егер мықты маман болсаңыз, яғни сіздің жолыңызды тездететін, әрине ол мықты университеттерде оқу. Яғни ақыры оқыған соң неге мықты IT университеттерде оқымасқа?
ақыр сен ертең 4 жыл оқисың, лучше сол 4 жылыңды мықты, жақсы деген IT өнерлерді таңдап, сол өнерлерді оқыған дұрыс емес па, иә? Дәл сол сияқты қазір мен сіздерге қандай IT мықты университеттер бар, қазір кішігірім шолу жасап өтсек, Астана қаласында орналасқан Астана IT деген университет бар, ITU деп те қысқартылып айтыла береді. Бұл да IT мамандықтарына бағытталған университеттердің бірі. Ол жақта қандай мамандықтарды оқытады? Cyber security, яғни ақпараттық қауіпсіздік, computer science, мына жердегі көрсетілген мамандықтар, мынау мамандықтар бізде осы ақпараттық технологияның бағытына кіреді. Яғни егер грантқа жазған кезде ақпараттық технология десеңіз, кейін грантқа түскеннен кейін осы ішіндегі мамандықтарды университетке барып таңдай аласыз. Ал қауіпсіздік десеңіз, осы мамандыққа түсе аласыз. Computer science, ғылыми информатика деп те аталады, көбіне ғылыммен айналысқысы келетіндер. Software engineering деген мамандық, ол көбінесе программист, чисті код жазғысы келетін адамдар айналысады. Big data анализ дегендер, олар бізде математикаға жақын адамдар айналысады. Media technologist, ол шығармашылыққа жақын адамдар айналысады, яғни ол дизайнер болғысы келсе, ойын құрастырғысы келсе, режиссер, журнализм, электронды, яғни сондайлармен айналысқысы келсе, осы media technologistті таңдап жатады, иә. Бұда шекті балдар бізде 100 бал, яғни IT-ге түсу үшін кемі 100 бал жинауың қажет. Яғни ол деген сөз грантқа 100% түсесің деген сөз емес, просто грант конкурсына қатысу үшін сен 100 бал жинауың қажет. Егер сен 99 бал жинасаң, просто грант конкурсына қатыса алмайсың, осы ITU университетін жаза алмайсың, иә. И дәл сол сияқты ақпараттық қауіпсіздікке 93 балдан жоғары жинау қажет болады. Одан кейін Алматыдағы университеттердің бірі МУИТ университеті бар, Международный университет информационных технологий деп аталады. Бұл да IT-ге бағытталған университеттердің бірі. Ол жақта бұған қарағанда көбірек мамандықтарды оқытады екен, иә. Қарасаңыздар, ақпарат технологияға 100-ден жоғары бал жинау қажет, қауіпсіздікке тоже 90 балдан жоғары жинау қажет екен. Тағы жақсы университеттердің бірі Алматы қаласында орналасқан Нархоз университеті бар. Нархоз университетінде мынау мамандықтарды оқытады. Digital Management and Design, яғни бағана шығармашылыққа жақын оқушылар үшін информат таңдап, Digital Engineering чисті код жазғысы келетіндер үшін, IT in Business деген ол предпринимательство, басқару, тағы басқаға қызығатындар үшін, Cyber Security ол бізде ақпараттық қауіпсіздік үшін, иә. Ақпараттық технологияға ол 105 балдан жоғарылар қабылдайды, ақпараттық қауіпсіздікке 100 балдан жоғарыларды қабылдайды екен, иә. Одан кейін Астана қаласында ЕНУ университеті бар. ЕНУ университетінде бізде мынау мамандықтар бойынша оқытылады. ЕНУда өте көп мамандықтар оқытылады екен. Қарасаңыздар, информатика пәні мұғалімдігі бар, 115+ балдан жоғары қабылдайды. Ақпарат технология, қауіпсіздік и криптология деген мамандықты тоже осы жерде оқытылады екен. Және Алматы қаласындағы үздік университеттердің бірі КБТУ университеті бар, яғни Қазақ-Британ техникалық университеті. Ол жақта бізде тек қана бір ақпараттық технология бағытын ғана оқытады, 110 балдан жоғары қабылдайды, бірақ оның ішінде аталғандай мынандай бөліктерге бөлінеді екен. Осы бағыттарды кейін сіздер таңдай аласыздар, яғни ОБТ-да грантқа түсіп болғаннан кейін, университетке барған кезде. И дәл сол сияқты бізде ЭЗУ университеті бар, тоже өте жақсы университеттердің бірі, Алматыда орналасқан. Ол жақта да осы мамандықтарды оқытады. Ақпараттық технологияны 20 балдан жоғары қабылдайды, яғни ең жоғары балдардың бірі университеттердің ішінде қабылдайтын, и информатика мұғалімдігін 100 балдан жоғарыларды қабылдайды екен. Егер қосымша осындай қандай университеттер бар IT бойынша, қандай университеттердің шекті балдары, сондай мамандықтар бойынша жаңалықтарды біліп жүргілеріңіз келсе, біздің Telegram канал бар. Мынау инфология KZ деген Telegram каналға жазылып қойсаңыздар болады. Мына жерде QR сканерлеп, немесе мынау сөзді жазып, немесе осы видеоның описаниясында ссылкасын қалдырып қоямын. Міндетті түрде сол Telegram каналға жазылып қойсаңыздар, ол жерде қосымша викториналар, пайдалы ақпараттар барлығын біз тегін жіберіп отырамыз. Плюс ОБТ-ға дайындық тегін материалдармен бірге. Кеттік келесі, әрине ол университеттерге түсу үшін не тапсыру керек? ОБТ тапсыру қажет. Яғни бізде ОБТ форматы білесіздер, 5 пәннен тұрады. Қазіргі таңда 3 міндетті пән, 2 бейіндік пән. Яғни міндетті пәндерге не жатады? Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы, мат сауаттылығы жатады.
барлық тапсырмалар саны бізде 120 общий балл 140 баллды құрайды. Яғни кейбір сұрақтар білесіздер 2 балдықты құрайды. Тестілеуге сіздерге 4 сағат беріледі, 240 минутта сіздер полный ұбт-ны тапсырып өтулеріңіз қажет болады. 2 таңдау пән бізде не 50-50 балдан беріледі, яғни 100 балл. Яғни 140-тың 100 балын 2 таңдау пәннен ақ алуға болады екен. Яғни ол деген сөз мүмкіндігінше таңдау пәндерді көбірек фокус қойып дайындалу қажет дегенді білдіреді. Енді мен ойлаймын, мына жерде көріп отырған оқушылардың барлығы таңдау пәндерін таңдап қойды, яғни олар информатика және математиканы таңдаймыз деп шешкен оқушылар. Енді информатика, математиканы таңдасаңыздар, қалай дайындаламыз? Бірінші очередь сіздерге не қажет? Тест спецификациясы деген құжатты білулеріңіз қажет. Бұл құжат не үшін қажет? Бұл ұбт-да осы кез келген пәннің спецификациясы бойынша, мысалы, мына жерде информатика тұр. Информатикадан ұбт-да осы бөлімдердің тақырыптары келеді дегенді білдіреді екен. Яғни осы құжат бойынша сіз ұбт-ға дайындаласыз, немесе курстарға қатыссаңыз, осы құжат бойынша курстар құрастырылған ба, сіз соны білуіңіз қажет. Әйтпесе сіз ұбт-да келмейтін тақырыптарды дайындалып, босқа уақыттарыңызды өткізіп алуы мүмкін. Мысалы, 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін егер информатика кітабын оқып дайындалам десеңіз, ол қате болады. Неге? Себебі оның почти жартысы ұбт-да сұралмайды. Сіз мына тақырыптарды, негізгі тақырыптарды білулеріңіз қажет. Ол жерде мысалы бөлім, тақырып тақырыпша болады. Ол тақырыпшаларына тәжірибелі ұбт-ға дайындап жүрген мұғалімдер біледі. Осы бойынша бізде ұбт-да сұрақтар келеді екен. Тест жоспары деген бар. Яғни әрбір нұсқада бөлімге байланысты қанша сұрақ кездесетініне дейін жазылып қояды. Яғни мынандай нәрсе болмайды. Pythonнан 40 сұрақ келіп қалмайды ұбт-да. Ол Pythonнан қанша? Мына жерде компьютерлік ойлау деген Pythonның бөлімі 11 сұрақ осы Pythonнан келеді екен. Сәйкесінше әрбір тақырыптан әр нұсқада әртүрлі болмайды. Мысалы, Excelден бір нұсқада 10 сұрақ келіп, бір нұсқада вообще Excelден келмей қояды деген нәрсе болмайды. В среднем Excelден 2-3 сұрақтан келіп отырды. Яғни барлығы равномерно құрастырылады екен. Сонда общий 40 сұрақ 50 балдан жасалады. Енді информатикадан қандай кітаптардан ұбт сұрақтары құрастырылады деген сұрақ туындаса, бізде ресми бекітілген кітаптар бар. Ол бізде 7-ші сыныптан бастап тест құрастырылады. Мына жерде қарасаңыздар, 4 түрлі баспа бар. Мына жерде Алматы кітап, Арман ПВ, Атамұра, Астана кітап деген осы баспалардан құрастырылады екен. 8-ші сынып тоже сәйкесінше 4 баспадан, 9-ші сынып мына жерде 3-еу, ары қарай мына жерде 4-еу, 5-еуге дейінгі баспалар бар екен. Сәйкесінше 10-ші сынып бізде 4-еу екен, 11-ші сынып 3 баспадан құрастырылады екен. Сонда жалпы көлемі 20 кітаптан ұбт сұрақтары құрастырылады екен. Егер нақты білмейтін оқушылар енді қандай тақырыптардан, именно қай кітаптардан сұрақтар құрастырылмайтынын білмесеңіздер, енді сіздерге кітап оқу қиын болады. Себебі 20 кітап, ол среднем 250 бетті алатын болсақ, ол 5000 бетті оқып дайындалу керек болып қалады. Сол үшін сол жағы сәл қиындау. Именно қай жерін қалай оқу керектігін білмейтін оқушылар болса, тағы міндетті түрде пробный тест тапсырып, нұсқа талдауларды жасап тұру қажет. Неге? Себебі сіздердің прогресстеріңізді бақылап отыру үшін. Мысалы, точкаңыз қандай болды? Бастапқы дайындалмай тұрып, қалай қанша балл жинадыңыз? Допустим, 50-ден 20 балл, немесе 10 балл жинадыңыздар дейік. Кейінгі бір айдан кейін бір пробный тапсырып көру керек, 15 балл, кейін 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50-ге дейін солай не істеуге болады? Көтеруге, прогресс жасауға болады. Сол үшін міндетті түрде пробный тесттер, нұсқа талдаулар жасап тұру қажет болады. Осы YouTube каналымызға міндетті түрде подписка жасап қойыңыздар, себебі бұл YouTube каналымызда біз әрдайым нұсқа талдаулар, пайдалы тегін сабақтар міндетті түрде салып отырамыз, сол жіберіп алмас үшін. Мысалы, осы видеодан, осы архивтерден трансляцияның ішінен, видеолардың ішінен нұсқа талдауларды, мысалы, бұрынғы нұсқа талдауларды тоже қарап шықсаңыздар болады. Егерде қай жерден маған тағы да новый нұсқалар бар ма дейтін болсаңыздар, бізде мынандай кітабымыз бар. Информатика ұбт 25 нұсқадан тұратын мынандай қалың кітабымыз бар. Осы жерде кәдімгі ұбт форматына лайықталып жасалған нұсқалар бар. Соларды өздеріңіз шешіп, артында жауаптарымен жауабын қарап, тексеріп, көп практика жасауға болады. Сатып алу үшін Каспий магазинге өтсеңіздер болады. Каспий магазиннен инфология деп жазсаңыздар,
немесе Нұрбол Қалдыбаев деп жазсаңыздар, осы кітап шығады, соны заказ берсеңіздер болатын. Қараңыздаршы, 5 жұлдыздық 88 отзывы бар өте танымал қазіргі уақытта кітаптарымыздың бірі. Немесе төменде видеоның описаниясына тоже қалдырып қоямын, сол сілтемеге өтіп, Каспиге өтіп, заказ беріп, тапсырыс берсеңіздер жеткізіп береміз. Маңызды нәрсе айта кететін, ол нұсқаны академиялық адалдықты сақтап тапсыру қажет. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз, сен нұсқа тапсырған кезде, мысалы мынандай нұсқа шешкен кезде, ана жақта шпаргалкаға қарап, конспектіңе қарап, анаған мынаған қарап тапсырсаң, ол почти результат болмайды, ол нөлге тең болып қалады. Лучше академиялық адалдықты сақтап, ешқандай жерге қарамай, өзің белгілеп, тапсырып, кейін реальный балыңды көріп, кейін міндетті түрде не істеу қажет? Қатемен жұмыс жасау қажет. Әйтпесе сенде прогресс болмайды. Қатемен жұмыс жасасаң ғана қай тақырыпты, қателескен тақырыптарыңды анықтап, сол тақырыпты меңгеріп қайталай аласың да, сөйтіп келесі нұсқаларда сен мүмкіндігінше ол тақырыптан кетпесең, уже сенде +1, +2 балл автоматически несейді қосылады екен. Дәл солай 25 нұсқаны тапсырғанда там 50 балға дейін жетіп алуға болады. Толық қатемен жұмыс жасаған соң ғана не істеу қажет? Келесі нұсқаға көшу керек. Егер қатемен жұмыс жасамасаң, онда сенде ешқандай пайда әкелмеуі мүмкін. Жалпы осылай ұбт тапсыруда білесіздер, тек негізгі бір ғана мақсаттарыңыз бар, ол қандай? Қазақстан университеттеріне грантқа немесе ақылы оқуға түсу үшін ғана тапсырасыздар. Одан басқа жағдайларға ұбт-ның сертификаты жарамды емес. ұбт-ның сертификаты сіздерде грантқа және ақылы түсу үшін ғана қажетті болады. Не үшін грантқа түскілеріңіз келеді? Әрине ол анық шығар, ол әрине стипендия, яғни ай сайын кемі 50 мыңнан 12 ай 4 жыл асаңыздар, 2,5 миллионға жуық стипендия алады екенсіздер, и плюс оқу ақысын тегін оқисыздар, еще. Яғни в среднем 1,2 миллион тұрса жылдық оқу ақысы, ал нормальный айту КБТУ-ларда, мысалы ақылы оқу ол 2 миллион, 2,5 миллионнан тұрады жылына, 4 жылға көйтсең почти 5 миллион, общий 7,5 миллион теңгені экономдап қалуға болады екен. Сол үшін міндетті түрде грантқа түсуге ұмтылыңыздар. Ол үші ата-анаңызға өте үлкен көмек болады. Әрине грантқа түсу үшін міндетті түрде ұбт тапсыру керек. ұбт-сыз грантқа түсу қиын. ұбт ол әрине білім көрсеткіші емес, оны постоянно айтам. Яғни көп оқушылар жаңа алтын белгі, қызылман немесе мектепте 4 пен 5-ке оқыдым, ұбт-ны жақсы тапсыратын шығармын деп. Жоқ, олай емес. ұбт ол тікелей дайындықтың көрсеткіші. Яғни кім ұбт-ға дайындалады, сол жоғары балын жинайды екен. Яғни кім нақты дайындалады, сол жоғары балын жинайды. Мысалы, кейбір оқушылар мынандай болуы мүмкін, мен осы күнге дейін информатиканы оқымадым, немесе мектепте дұрыс өтілмеді, анау мынау, немесе осы күнге дейін жалпы сабақтарды жақсы оқымадым дейтін болса, онда керемет жаңалығым, себебі сен егер реально дайындалсаң, сен жақсы оқитын оқушылардан да озып кетуге болады. Себебі ол ұбт кім дайындалады, соның көрсеткіші, яғни солар ғана жақсы балын жинай алады екен. Яғни статистиканы қарасақ, қараңыздаршы, мысалы 23 жылы 166 мың талапкер, грант саны 73 мың болған екен. 24 жылы уже талапкерлердің саны көбейген 20 мыңға, бірақ грант саны почти сол күйі. Яғни уже конкуренция не істеп тұр? Көбейіп тұр. Почти 3 оқушыға 1 грант деген сияқты. 25-те де дәл солай 77 мың грант бөлінген, бірақ талапкер саны өте көбейіп кеткен. Ал 26 жылы бізде 240 мың талапкер ұбт тапсырады екен, грант саны даже сәл азайып кеткен. Яғни, былайша айтқанда 4 оқушыға 1 грант қана бөлінеді екен. Яғни 4 оқушы 1 грантқа таласады деген сөз. Бұл тенденция жылдан жылға несейді? Оқушылар саны көбейіп жатыр. Қарасаңыздар, кемі 30 мың, 40 мың оқушыға көбейіп жатыр, ал грант саны 5-6 мыңнан нестеп жатыр екен, қысқарып жатыр екен. Сол үшін уже 2-3 жылдан кейін 5 оқушыға 1 грант қана бөлінуі мүмкін екен. Сол үшін не істеу қажет? Уже ертерек не істеу қажет? ұбт-ға дайындалып бастау қажет. Енді не істейміз? Енді әрине біздің мықты методикамен дайындалсаңыздар болады. Инфология жыл сайын кемі 1000 оқушыны ұбт-ға дайындап, кемі 1000 оқушыны грантқа түсірген методикамен жұмыс жасаймыз. Былтырдың өзінде бізде 323 оқушымыз 40+ балды қойған, яғни әрбір үшінші оқушымыз 50-ден 40+ балға
жеткен екен. И жақында ғана бізде Айбек оқушымыз информат рекордын қойған, яғни 50-ден 50 139 балды қойған болатын. И мынау бізде өте жоғары нәтижелердің көрсеткіші. Тек қана информатикадан емес, бізде математикадан да үздік нәтижелер шығып жатыр. 50-ден 50 деген сияқты нәтижелеріміз бар. Алдыңғы жылда бізде 139 балл шыққан болатын осы ұбт-да. Одан алдыңғы жылы тоже 50-ден 50 жинаған оқушымызға мындай MacBook сыйлаған болатынбыз. И одан бөлек бізде өте көп жоғары нәтиже жинаған оқушыларымыз бар. Оның барлығы бізде курсқа келгенде 0 болып келген, почти информатика мектепте өтілмеді, ештеңе білмедім деп келген, и соңында өте жоғары нәтижені жинады. Дәл сендер сияқты оқушы, дәл сендер сияқты дайындалған. Инфология курсына қатысып, 20 кітапты оқымай-ақ бағанағы видео сабақтарды көріп, жеңіл түрде дайындала аласың. Дайындалу материалдарын іздеп, уақытыңды жоғалтпайсың. Информаттағы номер 1 курспен дайындалып, өзің сияқты IT-ге қызығатын оқушылармен бірге дайындала аласың. Бізде курс оқушыларының отзывтары, өте көп отзывтар. Информатика пәнінен өзім берем, тәжірибелі мұғалім, және математика пәнінен Диас Маратұлы ағайларыңыз сабақтар береді. Курс құрылымын айтсақ, енді курста почти ұбт-ға керектінің барлығы бар. Яғни 10-11 сыныптарға арналған пакеттер бар бізде, пакет бойынша оқытылады. Яғни стандарт пакеті бір ғана пәннен, яғни информатика немесе математика курстарына тіркелуге болады, 2 пәнге де бірге тіркелуге болады, немесе VIP барлық пәнмен бірге дайындалам дейтіндер болса, тоже тіркелуге болады. Ол жерде куратордың қадағалауы, видео сабақтар, тікелей эфирлер, тест тапсырмалары, платформа, тағы басқа нұсқа талдау, практикум, мамандық таңдау деген сияқты барлығы жүреді. И мынандай инфобокстар береміз, соның ішіне мынау кітапты тоже тегін сыйлыққа беріп ала алатын боласыздар. Егер курс қызықты болса, мына номерге жазсаңыздар болады, мына номерге жазып менеджерден толық ақпарат алуға болады. Былайша айтқанда, информат бағыты бойынша ең үздік курста оқисыздар, яғни білесіздер, инфология ең үздік курстардың бірі информат бағыты бойынша. Аз оқушыға біз көп фокус қоямыз, яғни потокта 50-70 оқушыдан болмайды, яғни ол өте көп. Біз азырақ оқушы тіркеп, сол оқушыларды нақты нәтижеге жұмыс жасаймыз. И практикалық эфирде 100-200 оқушыдан отырмайды, сәйкесінше аз оқушы болғандықтан, сол оқушылармен тікелей эфирде сұрақтар қойып, өзі үлгере алады. Яғни курсқа тіркеліп, дайындығыңды тастап кетпейсің, себебі кураторлар сенімен бірге жұмыс жасаған соң, сен міндетті түрде видео сабақтарды қарап, ұмыт кетпей, күнде жазып отырған соң, дайындығыңды мүлдеп тастап кетпейсің. Сабақты түсінбей қалмайсың, себебі бізде менторлар, түсінікті, тікелей эфирде кураторлар барлығы саған жұмыс жасайтын болады. Грантқа қалай тапсырамын деп бас қатырмайсың, себебі мастер-класстар өтіп тұрамыз, мамандық таңдау, 4 таңдауда грантқа қалай жазамын деген сияқты. И нақты нәтижеге жетіп жоғары балды жинай аласың. Яғни біздің курс сенімен ұбт біткенше болады, саған мін емес қолдау береміз, әрдайым қолдау жасаймыз. И курс сен ұбт біткенше доступтар сақталып, сенің нағыз ұбтың тапсырып біткенше бірге сенімен боламыз. Түсінбесең қайта түсіндіреміз, қадағалаусыз тастамайды. Олай болса, курсқа тіркелем дейтін оқушылар болса, осы видеоның описаниясында менеджердің номерін қалдырам, соған басып, курс туралы толық бағасын, қалай оқытылады, соның барлық сұрақтарыңызды сұрасаңыздар болады. Консультация тегін, ешкім қалмайды. Ал курс өзі ақылы курсқа тіркелем дейтін болсаңыздар. Егер видео пайдалы болса, давайте лайк басайық, комментарий жазайық, подписка жасап қойық. И төменге комментарийге кім грант деген сөз жазады, сол оқушылар міндетті түрде грантқа түсіп кетсін. Олай болса, болашақ мықты IT мамандары біз сіздерді инфологияда күтеміз. Барлықтарыңызға рахмет, келесі кездескенше қош сау болыңыздар.